жылдар өнер көрсетіп, үлкен сахналарға шығып жүрген әнші жігіт жасы 35-ке таяғанда ішімдікке салынып бос уақытын ойын-сауықпен өткізеді. Өз өміріне қолдан қиянат жасаған ол, жынның етегіне қалай еріп кеткенімді байқамай қалдым, дейді. Алланың қаһарына ұшырап қалдым ба? Білмеймін. Сол кездерде басталды. Бармаған жерім жоқ. Мені психиатрларға да, балгерлерге де, емшілерге де апарды. Ешқандай пайда келмеді. Маған ешкім сенбеді. Өз-өзіммен сөйлесемін. Өзім жалғыз кетіп бара жатамын. Бірақ жанымда тағы 10-15 адам жүреді. Алдыма біреу түседі, артыма біреу түседі. Бәрі менен кіммен сөйлесіп бара жатқанымды сұрайды. Өйткені олар адамның көзіне көрінбейді, дейді Қуандық. Жындар жатса да, тұрса да онымен бірге жүрген. Бастапқыда олар маған таныс адамдардың дауысымен сөйлейтін, деп сырын ақтарды Қуандық. Олар адамды азғындайды, қорқытады. Мені машинаның астына түсіруге бірнеше рет итермеледі. Жоғары жылдамдықпен келе жатқан көлікке жолға қарай итеріп жіберіп, өздері күліп тұратын. Сондай машина көп жүретін жерлерден қорқатын болдым, дейді ол. Осыдан кейін Қуандық намазға жығылып, бұрынғы өмір салтынан, яғни үлкен сахнада өнер көрсетуден бас тартады. Жыннан арылуына достары себеп болыпты. Оны Қаскелеңдегі мешіт имамның алдына апарғанда 4 рет қашып кеткен. Қуандық бұдан бұрында намаз оқыған, алайда тастап кеткен. Нәтижесінде бойын жын билей бастаған. Қуандықтың ішіне жын кіргенін тек жақын туыстары ғана білген екен. Ол оның сыртқы белгілері ретінде өз-өзімен сөйлесуді және құлағына естілетін дауыстарды айналасындағылардың істеуімен атап көрсетті. Олар өте анық сөйлейді. Мысалы, біреумен сөйлесіп отырсам, ол кісінің өткені жайлы бәрін біліп отыратынмын. Кейін білдім, олардың болашақта айта алмайтынын. Тек өткеніңді дәл тауып айтады, дейді Қуандық. Исламға бет бұрып, намазға жығылған жігіт мұндай қасіретті ешкімнің басына бермесін деп тілейді. Осы дертке шалдықпас бұрын жындар әлеміне сенбейтін едім. Бір айтарым, олардан қорықпау керек. Бұға берсең, сұға береді олар. Сондықтан қарсы шығу керек. Дұрыс, таза жүру керек, дейді ол.